Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін Сара мен Рахимнің блогының екінші бөлімі. Достарың амандасып қойыңдар. Сәлем. Бүгін біз не көрсетеміз? Әрине, үйшік. Үйшік. Бұл кімнің үйшігі? Сараның. Сараның, аха. Үйді ашып көрсетесің ба достарыңа? Аха. Тоқта, асықпа. Үйшік мынаны байлауға болады. Соны байлап алыңдар бірінші. Үйшік мынандай байлауға болады екен. Сара мен Рахим қазір байлап көрсетеді достарына. Сосын ішін қараймыз. Сараның үйшігінің ішінде не бар екенін көреміз. Сараның үйшігі, мынау Сараның жататын орны. Мынау мамасы. Ашық дейді. Ашық ба? Ішке кіруге болады ма? Тук. Сара, сіздің үйіңізге кіруге болады ма? Ал, кеттік көрейік. Сараның үйінің ішінде не бар? Жастық бар. Кәне жастық. Вау, мынандай жастық бар екен Сарада. Сосын тағы не бар? Кукла бар, аха. Боянатын заттар бар. Боянатын заттарың бар ма? Инаналар бар. Боянатын заттарың бітіп жатыр екен, Аха. Ина жақта помада бар. Вау, күшті екен. Күшті ма мынаның ішінде? Тар емес па іші? Жоқ. Аха. Түнде осы жерде ұйықтап жүрсің ба? Мынау сенің төсегің ба сонда? Күшті екен. Жақсы. Үйіңізді көрдік, бірақ сәл тарлау екен, сыймадық. Сен сиясың ба? Екеуің сиясыңдар ма? Көрсетші. Екеуің отырыңдар. Екеуің не істейсіңдер бұл жақта? Екеуің ойнайсыңдар ма? Сурет саламыз. Сурет саласыңдар. Терезеден қарайық. Терезеден привет деңдер. Күшті. Ал, тағы не бар мына комнатада? Рахим, айтшы. Мына комнатада не бар? Мына жақта не бар? Домбыра бар, гитара бар. Оны кім тартады? Рахим тарта ма? Әрине, папамыз. Папамыз тартады. Рахимнің де домбырасы бар, Рахим да домбырада ойнайды. Тағы бір серияда біз Рахимнің домбыра тартқанын көрсетеміз, келесі бөлімде. Келесі серияда Рахимнің бөлмесін көрсетеміз. Достарыңа басқа айтатындарың бар ма? Не айтасыңдар? Ойлап қалды. Осы Сараның комнатасы. Достар, кездескенше тағы да сіздерді келесі бөлімде Рахимнің хоббиларымен, домбыра тартатынымен және комнатасымен таныстыратын боламыз. Сау болыңдар де. Сау болыңыздар. Кәне Рахим, сау бол де.